Қазақстанда орташа айлық 311 мың теңге. Бұл күлетін зат емес, және сіздің алатыныңыз 311 мың дегенді білдірмейді. Себебі бұл минималды емес, бұл орташа айлық. Ал орташа деген нені білдіреді және неге ол дұрыс емес цифрды көрсетеді, осы видеода айтатын боламын. Бірінші, орташа айлық деген не және ол қалай есептеледі деген сұрақ туындайды. Мысалға, біз 3 адамның орташа айлығын есептеп көрейік. Арман 100 мың теңге алады, Темірлан 300 мың теңге алады, Ыбырай 500 мың теңге алады. Орташа айлықты шығару үшін осы үшеуінің айлықтарын қосамыз, оны 3-ке бөлеміз, себебі біз 3 адамдікін есептеп тұрмыз. Яғни бәрін қоссақ 900 мың теңге, оны бөлеміз 3-ке, 300 мың теңге шығады. Осы 300 мың теңге орташа айлық болып есептеледі. Оны 100 мың теңге алатын Арман естіген кезде какого чорта деуі мүмкін. Себебі орташадан оныкі 2 есе аз, 3 есе. Біз қазір 3 адамдікін есептеп отырмыз. Ал бір елдікін есептеген кезде бәрінікі қосылатын болады. Аз және өте көп ақша табатындардың барын ескерсек, бұл шынайылықтан алыстап кетеді. Мәселе орташа деген формуланың қажет емес жерде қолданылуында. Шынайылыққа жақын медианды айлық деген көрсеткіш бар. Қазақстанда медианды айлық 2021 жылы 158 мың теңгенің көлемінде. Қазақстанда медианды айлық 2021 жылы 158 мың теңге болған. Және басқада елдерде медианды айлық пен орташа айлықтың арасында айырмашылықтар бар. Осы жерде айта кету керек, орташа мен минималды дегенді шатастыратын адамдар бар. Қазақстанда минималды айлық 60 мың теңге, бұл осы видео жазылған уақытта. Бұл деген сөз, жұмыс берушілер бұдан аз төлеуге құқығы жоқ деген сөз. Бұдан аз болатын болса, заң бұзу болып есептеледі. Мойындау керек, осы қарап отырған біразымыздың 60 мыңнан аз алатын таныстарымыз бар. Бұл әсіресе ауылдық жерлерге қатысты.